Бонжур, сіздермен бірге Дайреп. Бүгін бізде оңай ақша рубрикасы. Енді бұл рубриканы осы каналдан жиі көре аласыздар. Бұл рубрикада біз ақша табатын боламыз. Айтып тұрғандай, өте оңай және тез ақша табатын боламыз. Ақша тапқанда кейде ақшаны жұмсау керек, бірақ ақша құртпай-ақ та табыс табуға болады. Бізде ақша тапқанда адамдарды алдауымыз да мүмкін, бірақ честно табатын видеоларда болады. Барлық видеоны қарап жүріңіздер. Келістік па? Келістік деген ойдамын. Ал бүгінгі видеода біз адамдарды алдап ақша табатын боламыз. Стоп. Егер сен адамдарды алдағың келмесе, онда видеоны жауып таста. Или аяғына дейін көр, бірақ айтылған нәрселерді істемей қой. Схема Инстаграммен байланысты. Бізге керек 3 сат. Бұл бірінші новый инста аккаунт және накрутка кететін ақша, сосын mass following. Біз Apple техникасын Instagram арқылы сататын боламыз. Әрине тырнақшаның ішінде. Қорқпаңыздар, сіздерге жоғарыда айтылған 3 саттан басқа ештеңе керек емес. Ең бірінші біз Instagramнан Apple техникасын честно сататын, кәдімгідей шынымен жақсы сататын Instagram аккаунттар тауып аламыз. Мысалға, мына аккаунттар честно сатады, алдамайды. Осы аккаунттардан фотоларды және описанияны, сосын отзывтарды бәрін көшіріп аламыз. Дәл сондай етіп өзіміздің аккаунтымызды жасаймыз және никті да сол аккаунттың нигімен ұқсатып саламыз. Енді осы адамға барып 5000-6000 подписчикке заказ берем. 800 или 900 теңгеге шығады. Мүмкін бағасы өзгерген шығар, өзінен барып сұраңыздар. Бұл реклама емес, просто бұрыннан осы адамға өзіміз заказ беріп накрутка жасатамын. Және коммент, отзывта заказ беруге болады, бірақ бұл обязательно емес. Енді mass following туралы. Mass follow бұл арнайы бот, хэштег бойынша или бір атақты блогердің подписчиктеріне подписаться етеді, өздеріңіз қалаған бойынша. YouTube'да өте көп видеолар бар бұл туралы, сонда қарауларыңызға болады. Енді мына сайттарға кіріп mass following жасауға өте оңай. Хэштегке продажа айфона или просто iPhone деп қоюларыңызға болады. Сіздер ақылсыздар, бірдеңе ойлап табады деген ойдамын. Йоу! Және сіздер көп адамға подписаться етсеңіздер, олар да сіздерге подписаться етуі мүмкін. Или же товарларыңызды сатып алуы мүмкін. Сонда өте көп клиент келеді. Түсініп тұрсыздар ғой. Енді осының бәрін істеп болғаннан кейін 7-10 сағат ұйықтап алуларыңызға болады. Ең күшті жері. Ұйықтап алыңыздар, сосын клиенттер келгенде олармен сыпайы сөйлесіңіздер. Және клиенттер обязательно орысша сөйлесетін болады. Сіздер орысша білмесеңіздер, орысша білетін таныстарыңыздан көмек сұрауларыңызға әрине болады. Качественно істесеңіздер, айына 100 000 теңге табуға болады. 100 000! Менен бонус. Сіздер реклама сатып алуларыңызға болады. Если что, пиши. Всегда отвечаю. Не хватает.